2 миллиона казахстанцев живут за чертой бедности. Это официальная информация, складывающаяся из числа заявок, поданных на получение адресной социальной помощи. Армысыздар, Хабар 24 арнасының тілшісі 2 миллион қазақстандық кедейлікте өмір сүреді деп хабарлады. Хабар 24 тілшісінің мәліметіне сенсек, бұл ресми дерек атаулы әлеуметтік көмек алуға қабылданған өтініштер негізінде жасалған. Ендеше ашық деректердің көмегіне жүгініп, бірге тексерейік. Статистика комитетінің мәліметінше, тұрғындардың 4,3% немесе шамамен 800 мың адам кедейлікте өмір сүреді. Төмендегі кестеде 2019 жылдың 2-ші тоқсаны қалалар мен облыстар бойынша көрсетілген. Қазақстанда кірісі ресми бекітілген кедейлік шегінен аз тұрғындар саны 4,3%. Дегенмен статистика комитеті мен еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі мәліметтері әртүрлі. Соңғысына сәйкес аз қамтылған азаматтар саны шамамен 8,1%. Назарларыңызға рахмет. Видеоны бөлісіп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.